Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмабаева Әзет, Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы нөмірі 143 мектеп-лицейінің 8-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі мені қорғайтын жобамның тақырыбы отбасы мемлекеттің негізгі буыны. Бұл жобаның мақсаты бұл акция барысында оқушылар үлкендерді құрметтеу, жақсылық жасау, қуанту мақсатында өз шығармашылықтарынан суреттер салады. Салынған суреттер мектеп қабырғасында арнайы тақырыппен ілінеді. Жыл соңында үздік жұмыстарды жинақтап фото альбом шығарылып ұсынылады. Және де бұл жобаның міндеттері оқушылардың қамқорлық жасау арқылы жауапкершілік, бейімділікке тәрбиелеу, отбасы құндылықтарды терең ұғынып, оқушылардың сыйластық және достық қасиеттерін дамыту, жасы үлкен қарт адамдарға құрметпен қарым-қатынас қою, және де оларды бағалай білуге, сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Бұл жобаның өзектілігі қазіргі кездегі замандағы ең маңызды өзекті мәселе отбасының құндылықтарын дұрыс сақтай білу. Бүгінгі күннің өзекті мәселесі өскелең ұрпаққа өз ата-аналарын, өз отбасыларын құрметтеп, қамқорлық жасау бұл балалардың бірінші орында тұрады. Және де жоба кезеңдері жол барысында жасау мектеп-лицей әкімшілігіне хабарлады. Рұқсат алу бойынша оқушыларға отбасы жайлы, жақсылық жасау жайлы бейімділік пен бейнеролик және де эсселер жазу арқылы біз кез келген сұхбат дайындап сырластық. Келесі акциямыз отбасының өнегесі, отан өнегесі акциясы. Бұл акцияда оқушылар арнайы берілген тақырыпта шағын эссе жазады. Үздік деп танылған эсселерді біз ғаламтор желісіне үлгі ретінде қоямыз. Жоба барысында бізде акциялар өтті. Бұл бірінші акция, отбасы менің тілегім акциясы. Бұл акцияда мектеп-лицейдің жоғарғы сынып оқушыларына актовый залда немесе кабинеттерде отбасы жайлы жақсылық жасау туралы, отбасы құндылықтар туралы ой қозғалатын шағын бейнекөріністер, көркем фильмдер топтамасы көрсетіледі. Бұлар арнайы әзірленген сұрақтарды қойып, оқушылармен әңгімелесу жүргізіп, ой бөліс жасалады. Қорытындылай келе, отбасы біздің жарастықтың, бірліктің ұясы. Отбасы арқылы біз өзіміздің жетістігімізге жете аламыз. Және де отбасы бізге тәрбие беретін ең маңызды жандар. Және де менің осыдан оқыған кітаптарым бойынша, мысалға Бауыржан Момышұлы атамыз бойынша, ең отбасы ең маңызды тірек болып табылады. Біз оның мысалға ағаш болса, біз оның тіректер болып табыламыз. Біз ең бастысы отбасыдан аламыз. Отбасы ол біздің кірпіктеріміз. Назарларыңызға рахмет.